Сәлеметсіз бе? Біз мектепке қош келдіңіз. Жасыл мектеп жобасы аясында ұйымдастырылып жатқан табиғи іс-шараларды тамашаладыңыз. Осы табиғи іс-шараларда сізге қандай табиғи өнім ерекше әсер қалдырды? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Сағадатқызы Айнұр. Мен қазіргі таңда осы 220 мектептің ата-анамын. 5-ші Д сыныбында қызым оқиды. Сүйрік жасыл жайқалып қолдан жасалып жатқан гүл нелер, өсіп жатқан жасыл өнімдер, қолдан жасап жатқан мына сабындар өте ұнап тұр маған. Бұны қазіргі балалар жасап жатыр дейді. Алла разы болсын балдарға. Еңбектері еселене берсін. Өте керемет, тамаша. Қызымды осындай дүниелер жасауға беруге дайынмын дәл қазіргі сәтте. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Мен осы жас мектеп аясына көрмеге қатысып жатырмын. Маған әсер бергені ана тұста мысалы жаңа оқушылардың қолдан жасаған сабындарын көрдім. Соған қызықтым. Енді қазір балдар енді дамып жатқан заман, балдар да білікті, Құдайға шүкір. Енді балдар енді әрі қарай дамып, осы енді мектеп мұғалімдері де атсалысып, ата-аналар біріксе, биік белестерден көрінеді деп сенеміз жастарға. Маған мына қолөнер бұйымдары ұнап тұр. Өте әдемі жасалған, ерекше, дизайн да ерекше. Қолөнер күшті шыққан бәрі, мына доптар, көрпешелер, мына жастықтардың өрнектері бәрі үйлесімді әдемі болып тұр. Осы өнер ұнады маған. Бұның ішінде, табиғи өнімдердің ішінде ерекше әсер қалдыратын барлығы түгел. Балдардың қолынан шыққаннан кейін ол. Оны жасатып жатқан апайларына, мына мұғалімдер, ұстаздарға рахмет. Сонда осы бастан анау сабынның қалай жасалатын, анау жаңа ешкі сүтінен ірімшік жасап қойыпты. Керемет дүниелер, балдар осы бастан үйренгені, олар өздерін жақсы. Ал енді мына қолөнерге келетін болсақ, бұл қолөнер біздің өзіміздің ата заманымыздан келе жатқан дүниелер ғой. Енді бұл деген айта берсең қыздарға өте жақсы дүние, өте сабырлыққа қыздарды өздерінің күтуіне керемет әсер ететін дүние ғой. Керемет, жақсы. Үлкен рахмет.